Алдағы 3 жылда еліміздің 6 аймағында 8 жаңа су қоймасы салынады. Қойма Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Жамбыл, Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстарында болады. Және осы өңірлердегі апатты жағдайдағы 16 су қоймасы жөндеуден өткізіледі. Бүгін үкімет су саласын дамытудың 2023-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарларының жобасын талқылады. Егер елде 8 су қоймасы салынса, 124 елді мекенде су тасқыны қаупі азаяды. Одан бөлек қосымша су көлемін жинақтауға мүмкіндік туады. Және 170 мың гектардан астам жаңа суармалы жер айналымға енеді. Сондай-ақ алдағы 3 жылда суаруға арналған қайта жөндеуден өткізу. Магистральдық және шаруашылықтаралық арналарды автоматтандыру жоспары да бар. Сонымен қатар су ресурстарын басқаруды цифрландырып, су үнемді қолдануға жол ашпақ. Кешенді жоспарда су кодексін жаңа редакцияда әзірлеу, арнайы ғылыми орталық құру да қарастырылған.